Сәлем жақсым. Оразаңыз қалай өтіп жатыр? Мен бүгін адамдар оразада жиі жіберетін 5 қателік туралы айтқым келеді. Ендеше кеттік. Тойып тұрмын. Бір ұйықтап аламын ой деймін. Бұныңыз не? Ұйықтамаңыз, қайдағы ұйықтаған? Ауыз ашардан кейін шамалы спортпен айналысыңыз, тамақты тарқатыңыз, қойып жүріп бөліңізші. Жақсылар, тамақты тойып жеп ұйықтайтын болсаңыз, ойланыңыздар, толып кетулеріңіз мүмкін. Осыдан кейін сіз ұйықтамайтын сияқтысыз. Тез бош тамағыңды алып келші, тамақ жегіші, қарым ашып кетті. Стоп, жақсылар. Бұныңыз не? Ауызда салып тамақ жегеніңіз қалай кетті? Асқазаныңызды бір сәт ойласаңызшы. Болмайды олай, болмайды. Жота бүгін сәресіне тұрмайтын сияқтымын. Қазір бекіте салып сонымен ұйықтаймын ой деймін. Жақсым, сәресіне тұрыңыз. Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, сәресінде береке бар деп. Сондықтан берекеден құр қалып қоймаңыз, обязательно сәресіне тұрыңыз. Бүгін ауызашарға қандай тамақ? Бауырсақ, қуырдақ. Жақсылар, бұныңыз не? Бұларыңыз өте майлы тамақтар ғой. Бауырсағыңыз, қуырдағыңыз. Мынау кетті ғой мұны. Болмайды. 5-ші қателік ол суда аз ішу. Суды өте көп ішіңіздер. Видео пайдаңызға тисе, мен қуаныштымын жақсым. Және де ораза ұстаған жақындарыңыз не достарыңыз болатын болса, осы видеоны таратып, кішігірім сауапқа ие болыңыз. Аман, сау болыңыз жақсым.